Бүгінгі фильмнің тақырыбы заң және тәртіп. Әр қоғамның жүрегінде тәртіп, әділдік және адамдардың бір-біріне деген құрметі жатыр. Тәртіп сақшылары қоғамның қорғаушылары. Олардың міндеті тек қылмысты ашу емес, адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Әр ұсталған қылмыскер бұл қоғамға жасалған бір қадам жақсылық. Әр сақталған өмір тәртіптің құдіреті. Бүгінгі қоғамда қауіпсіздік әрбір азаматтың құқығы. Бірақ оны бұзатындар да бар. Дүкен ішіндегі қауіпсіздік камерасының жазбасынан жас жігіт сөреге қарап, ешкім жоқ кезде затты қалтасына салады. Дүкеншінің айқайынан кейін жігіт қашып кетеді. Көп замай сыртқы көшеге полиция қызметкерлері келеді. Полиция қызметкері жігітті тоқтатып, қалтаны ашымыз деп талап етеді. Жігіт ненен жай ғана деп ақталады. Бұл жай ұсақ түйек емес, бөтеннің мүлкін жасырын жымқыру қылмыстық кодексінің 188 бабы бойынша ұрлық болып табылады. Бұл қылмыс үшін айыппұл, қоғамдық жұмыстар, бас бостандығын шектеу немесе 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Ұрлықтың алдын алу үшін азаматтарға сақ болу, мүліктерін қараусыз қалдырмау және күдікті адамдарға есік ашпау ұсынылады. Полиция қызметкерлері ұрлықтың алдын алу мақсатында тұрақты түрде іс-шаралар өткізіп тұрады. Жігіт өкінішпен, бұлай боларын білмедім. Енді қайталамаймын деп мойындайды. Заң бәріне ортақ. Біз сені қорғау үшін де, тәртіп орнату үшін де қызмет етеміз. Заңды сақтау әрбір азаматтың міндеті. Заңның ең биік деңгейі. Мұнда ешкімге артықшылық берілмейді. Шындық пен дәлел басты шешуші күш. Заңның күші тәртіптің мызғымас негізі. Ал тәртіп қоғамның дамуына жол ашады. Біз барлығымыз бірге заңды құрметтеп, тәртіпті сақтасақ, болашағымыз жарқын, қоғамымыз қауіпсіз болады. Заң қоғамның айнасы. Тәртіп оның күші. Әділет бар жерде болашақ бар.